Сәлем кішкентай досым. Үйімізде әр заттың өз орны бар. Әр қайсысы сенің қауіпсіз өсуіңді қалайды. Қане, достарымыздың кеңестерін бірге тыңдап көрейік. Сәлем балақай, мен ұсақпын, саған жақын тұрмауым керек, сен мені жұтып қоюың мүмкін. Мен кішкентай бөлшекпін, сен үшін мен өте қауіптімін, сенің ағзаңа зияным тиюі мүмкін. Мен электр қуатымен жұмыс істеймін, сен мені кішкентай саусағыңмен ұстама, сонда мен сен үшін қауіпсіз бола аламын. Ал мені сол розеткаға қосып қалдырып кетуге болмайды, сенің де менімен ойнамағаның дұрыс балақай. Себебі қуаттағыш сымнан өрт шығу қаупі бар. Мен сені қуанту үшін жасалғанмын. Бірақ менің мына қақпақшам әр қашан жабық тұрса, ойынымыз қауіпсіз, әрі қызықты болар еді. Мен биікте тұрамын, сондықтан маған тиіспегенің жақсы балақай. Өз орнымда тұрсам, мен әдемі, ал сен қауіпсіз боласың. Сен керемет зерттеушісің, бірақ маған жақындамағаның абзал. Әсіресе мен ашық тұрғанда бөлмеде жалғыз ойнама, сонда бәрі жайлы болады. Мен отыруға арналғанмын, бірақ сен отырмай-ақ қойшы, кішкентай досым. Әйтпесе, құлап қалуың мүмкін. Сенің арнайы орындығың бар. Мен жылы әрі жағымдымын, бірақ саған үлкендердің қарауынсыз шомылуға болмайды. Сенің қауіпсіздігің әр қашан бірінші орында. Мен тазалықты сүйемін, маған жоғарыда тұрған ыңғайлы, себебі сенің менімен ойнағаныңды қаламаймын, кішкентай балақай. Мен өте дәмдімін, бірақ саған мені майдалап, жұмсақ етіп берген дұрыс, сонда ғана сені қуанта аламын. Балақай, менің үстімде отырмағаның жөн, қасымда жерде отырсаң, жайлы әрі қауіпсіз боласың. Әйтпесе құлап қалуың ықтимал, сосын бір жерің ауырып жылайсың ғой. Мен ашылып жабылып тұрамын, сондықтан кішкентай қолдарың маған жақындамасын балақай. Сен өте бағалысың, сенің бір жерің ауырып қалғанын мен қаламаймын. Көрдің бе досым, біздің үйдегі әр зат мейірімді, тек өз орнымен дұрыс қолданылғысы келеді. Сен қауіпсіз ойнасаң, бәрі жайлы, әрі тамаша болатынына сенімдімін.